ойындарға өте бай. Ол атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатыр екен. Балалар, сендер қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Аққан сату, қыз қуу, тоғызқұмалақ. Дұрыс айтасыңдар бала. Тоғызқұмалақ, арқан тарту, барлығы ұлттық ойындарға жатады екен. Балалар, мен сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр. Ол ойынды мына жұмбақтың жауабын шешу арқылы табатын боламыз. Кәне, мұқият тыңдаймыз. Сырт жағынан зер жіппен, көз тартатын көрікпен, ою-өрнек бастырған, шалқасынан тастаған, кәдімгі сырлы тостаған, қойсаң егер төңкеріп, төңірегін көмкеріп, тостағандай бос тұрған, киіз үйден аумайды, басқұр менен бастырған. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл тақия екен. Олай болса балалар, біз тақия тастамақ ойынын ойнаймыз. Ойнаймыз ба балалар? Иә! Олай болса, шартын түсіндіріп өтейін. Қасандағын қодасын, санылаққа баққын, басына баққыныпты. Балалар, сендерге тақия тастамақ ойыны ұнады ма? Иә! Мен де сендерге ризамын. Ойынды өте керемет ойнап шықтыңдар.